деген құштарлығым іс тігу мен домбыра тартудан басталады. Игі істер мені бала кезімнен өзіне баурап алды. Іс тігу бұл менің ішкі әлемнің айнасы. Әрбір тігіс арқылы мен өзімнің шығармашылық әулиетімді, шеберлігімді жүзеге асырамын. Әрбір қолымен жасалған бұйымның ерекше мәні бар. Іс тігу арқылы мен тек әдемі заттар жасамай, адамдарға қамқорлық көрсету, олардың қажеттіліктерін түсіну қабілетін де дамыттым. Бұл өнер менің педагогикалық қызметімде маңызды рөл атқарады. Себебі мен балаларға еңбектің құндылығын, сабырлық пен шыдамдылықты үйретемін. Домбыра тарту мен үшін жаныма жақын тағы бір өнер түрі. Домбыраның әрбір күмбірі менің жүрегімнің тереңінен шыққан әуенді әкеледі. Бұл өнер менің орындаушылық шеберлігімді дамытуға көмектесті. Ән мен күйдің мәнін сезе отырып, оны тыңдаушыға толыққанды жеткізуге тырысамын. Домбыра мен үшін жай музыкалық құрал емес, ол менің ішкі әлемімді, шығармашылығымды білдіретін ерекше тіл. Өнер мен педагогика екеуі бір-бірімен тығыз байланыста. Іс тігу мен домбыраның көмегімен мен балаларға еңбекқорлық, шығармашылық, сабырлық сияқты қасиеттерді дарытуға мақсат етіп отырмын. Өнер арқылы балалардың рухани дамуына өз үлесімді қосуға тырысамын. But